Яндекс значогын ауыстырды ғой. Енді мынандай болып ашылады. Бұрын мысалы таксопаркті таңдап, содан кейін не қылушы еді ғой. Далее дегенді басушы еді ғой. Қазір просто iTaxi деп басасыз, бітті, кіре береді. Ай, проверка личности дейді ғой. Ты что, сомневаешься, что ли, дурака? О! Ал барлықтарыңыз келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Иә, міне бүгін желтоқсанның 31-і, сағат деген 19:11 болды. Үйді жинап, жуынып, шайынып, кірдің бәрін жуып шығам дегенше осы уақыт болды. Қазір көлікті де жуып алайын. Жаңа жылды тап-таза болып қарсы алу керек қой. Кішкене қалтада ақша болу керек деген ма. Көрем азаннан бері қыбыр. Сөйтіп ақ шаршап қалдық қой. Барынша жүрем. Тағы да бір мотивашка берді. 138 тапсырыс орында дейді 6 қаңтарға дейін. Тағы 18 мың бонус береміз дейді. Мен болсам жаңа жылдан кейін 1-2 күнге балыққа барам ба деп отыр едім Қапшағайға. Енді мынау тиістік бермейтін болды ғой. Жарайды, істедік, істемесек көреміз. Мойкада адам көп қой. Мен мынандай ауа райы тіпті андай көлік жуатын ауа райы болып тұрған жоқ негізі. Бірақ сонда да очередь болып тұр екен. Жыл қорытындылары дейді. Спасибо за проделанный путь. Қандай болғанын бірге қарайық дейді. 19.767 мың километр Яндекс арқылы жүрген екенмін. Бұл жыл мен Яндекспен ең аз жүрген жыл шығар. Әшейінде сол 80 мың, 100 мың, планда жүрген кезде 120 мың болатын. Бұл жол көрініп отырсаңыздар 20 мыңға да жеткен жоқ. 11.672 километр на заказе дейді. Клиентпен жүрген. Кешкі час-пикке шығамын ғой мен. Соны айтып отыр. Вы приняли 94% кешкі уақытта жұмыс істегенсіз дейді. 215 тапсырыс по пути деген немен жүргенмін. Ол жаңа домой, по делам дегенді мен жиі қолданам. Видеоларын көріп жүрген болсаңыздар білесіздер ғой. 13.389 километр с коэффициентом дейді жаңағы сұраныс жоғары жерде фиолетовый зонадан алған тапсырыстар. Содан кейін чай, биыл чай вообще 859 теңге деген не деген сұмдық, шетел, Америка, Европаның адамдары мынандай чайбай алғанымды, бір жылда осынша чайбай алғанымды көрсе, ё-моё деп таңғалатын шығар. Спасибо, что сотрудничали. Спасибо сізге жұмыс беріп отқандарыңызға осындай. Сосын өткен аптада мен жаңағы не жасадым, қараңыздар. Өткен апта 19-нан 25-не дейін желтоқсанның. Қараңыздар, вы в числе 2% лучших водителей дейді. Жақсы, жаман емес. 110 тапсырыс орындағанмын. Бір адам ескерту жасамаған. 10 адам комплимент тастапты, 2 адам чай ойсыл. Жаңағы 800 теңге деген осы айдағы түсті ғой. Сосын комплименттер хорошее настроение деп 7 рет басыпты, вежливостьқа 9 рет, чистотаға 12 рет, приятная музыкаға 8, интересная беседа дегенге 7 рет басқан екен, көріп отырсаңыздар. Бұның бәрі рейтингке влиять етеді. Алдында рейтингім түсіп кетіп еді ғой, 4.98 болған. 4.99 болған. Сонымен банка түсіп кетті, короче, 87-ге түсіп кетті. Сонымен жамен көтердім. Егер рейтингтарыңыз түсіп жатса, жаңа менің нем бар, видеом бар. Рейтинг көтеруге арналған видеом бар. Соны кіріп көрсеңіздер болады. Мына жерден қазір, мына жерден. Мына жерден несі шығады. Сілтемесі шығады. Өтіп көрсеңіздер болады. Пайдалы видео. Жақсы просмотр жинап жатыр. Ол жерде бірде дизлайк жоқ екен. Жақсы. Мен 4-5 видеом бар сонда. Бірде бір дизлайк алмаған. Соның ішінде сол жаңағы рейтинг көтеруге арналған видеомды көрсеңіздер болады.
Баршаңызға қайырлы кеш. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Мен бұл арнада өзімнің такси бағытында жұмыс істеп жинаған 9 жылдық тәжірибемен бөлісіп жүрмін. Арнаға жазылып қойыңыздар, қоңырау басып қойыңыздар. Мен үшін үлкен мотивация болады. Сіздер болсаңыздар мені болашақта жоғалтып алмайсыздар. Әртүрлі пайдалы лайфхактар жайлы айтамын таксидегі. Өздеріңізге керекті бір пайдалы мәлімет табасыздар деген ойдамын осы арнадан. Так, жуып алдым машинаны. Ауа райы андай болып тұр да. Бұзырап отыр жердің бәрі. Плюс болып тұр. Сыртын терезелері таза, салоны таза, главное. Линияға шығақ көрейік. 1200 болып тұр қазірше. Так, бірінші микрофон Райымбек дейді. Кеттік жарайды. Сосын не жайлы айтаксидің 30-ын ешкім қарамады. Мүмкін уақыт болмай жатқан шығар жаңа жылдың алдында. Или 1 сағат болғаннан кейін қызық емес болып кетті ме? Ана жерде негізі бір уақыттарыңыз болған кезде қарасаңыздар болады. Маған мен өзім монтаж жасап жатқан кезде бүйтіп күле отырып жасадым да, өйткені адамдардың эмоциялары күшті ғой. Bir нәрсе отқан кезде, бір нәрсе не қылған кезде қызығасың адамдардың эмоцияларына. Максиманың бергі бетінде тұрмын. Маған заказ түседі осы жақ бетінен. Клиенттерді күтіп отырмын, бір кезде звондайды. Біз Максимадамыз дейді. Мен айтамын, ар жақтан айланып келуім керек. Мен қазір сіздер бекерге ұзақ күтіп қаласыздар. Еще мына заказы 5 ағаш. Қаладан шығарып жіберейін деп. Айланып келесің ба дейді да, блин, братан, қойшы дедім. Енді заказ түспей қалған қараш. Кішкене центрге қарай айдай берем ғой. Так, что-то бәрі қатып қалды. Не қылды, память толып қалды ма? Смартфоным уже шал болайын деді, ескірді. Мен басқа жақтан көріп тұр бұл. Ташкентскийде қалып кеттім. Мен уже Гоголядан жоғары шығып кеттім. Мына жаққа қарай. Байзаковамен ми ашып отыр. Мүмкін тапсырыс көп болғаннан кейін ми ашып отыр ма, не отыр екен? 1100-ге түсіп кетті. Жумалиевадан о, 100 метровка. Қанша болды? Көрмеп наценкасы. 600 болды ғой, неме, по-моему. Видео көріп отқандар чик-чик кетіп артқа айландырып көре салыпты. Пожалуйста, до свидания. Спасибо, вас тоже еще раз. Спасибо за поездку. 950 Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания 100 поставьте на метровкалармен оценку в приложении. бақ еткізіп бір 30-40 тапсырыс орындап тастасақ жақсы болады. Мынау кісінікі наличкімен, без наличкімен ұмытып қалып әңгімені соғып отырып. Кажется, безнал болды ғой деймін. Көрейікші. Соңғы. Эконом завершен безналичный бәсе. Ой, әңгіме болса. Қазіргі уақытта таксистерде, по-моему, сіздерде бар ма, жоқ қой? Дефицит общения. Көбісі, клиенттердің көбісі наушник киіп алады, все болды.
сөйлеспейсің. Бұрын деген күшті болып жүреді, әңгімені соғып отырып жүріп едік. Қазір дефицит болып жатыр шынымен де. Андай болып жатыр, білмеймін, что-то осының алдындағы пассажирларда екі тапсырыс, үш тапсырыс болды ғой қазіргі уақытта. Біріншісі нормально, екіншісі жаңағы Максимадан отказ беріп, үшіншісі кішкене ожиданиясы болды, төртіншісі тіпті көп күттім мен, 7 минут платный ожидание, енді отменять етейін деп едім, келіп отырып не қылып жатыр. Сосын білмеймін, қосымша қуып жатыр ма, интернет қуып жатыр ма, мүмкін жаңағы әшейінде цепочка болып кете беруші. Бұл жол келесін, тапсырысты бітірем, орындап болдым деп жапқаннан кейін тағы 1-2-3 минут күтіп, содан кейін барып жатырмын. Бір қызық болып жатыр. 22-ші жыл. Кеткісі келмей жатыр ма, не отыресіз? Солай. Бірақ мына енді 5-ші микрорайонға 1150 теңге наценкасымен түсіп отыр, үстіне қосылып. Бір жақсысы кептеліс жоқ. Тез жеткізіп жатырмын да. Жарайды енді. Бұйырғаны болады да. Жаңағы тапсырыс 10 минуттық тапсырыс болды, 1700 қанша болды? 1790 теңге. Мына тапсырыста, қараңыздар, 5 минуттық тапсырыс. Пассажирім тез шығады деген ойдамын мен. Бұл жерде де күткізіп қоймайтын же. Мына бетінен қайтып кетсек тез барамыз. 5 минутка. 5 минутка, 100 метровка деп атайды ғой. Валикум ассалам. Сколько стоит такси-то сейчас, я даже не посмотрю. А сколько у меня вышло вообще? Сейчас посмотрю. Добро 950 пожаловать. тенге. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. А если я вам вот так доплачу, вы отключите, вы сможете меня туда и сюда свозить? Я знаю, на Шаляпина Мамушиной точно есть магазин алкогольный. Если у вас пока заявка не пришла, быстренько. Блин, у меня уже, кажется, было, или что-то я забыл. Вот так отключите, я быстро сюда зайду, здесь возьму, что надо, и там только возьмем спиртное, и меня обратно сюда привезете, я вам, 1003 дам, в общем, все вместе, и все. И, еще отдельно доплачу, помимо этой суммы. Ладно, давайте. Жаңа жылда осындайлар көбейіп кетеді. Бірақ нормально. Өзі 900 төледі, сосын жаңағы Моникаға барып келгеніме 3000 төледі ғой. Жарты сағат жүрдік, 4000 теңге болды сонда. Жаңа жылдың осы күшті ғой. 7650 теңге жеті тапсырыс, сағат 10-дан 35 кетіп жатыр. Мына тапсырысқа келдім. Блин, барғым келмей, әрең қалдым, қойшы жарайды, мақұл дедім. Көрсеңіздерші, 5 ағашқа қаланың мына бетіне, бірақ кептеліс жоқ, жарты сағатта жетесің деп жатыр, көреміз қазір. Бүгін что-то клиенттердің бәрі заказ беруін беріп алып, өйстіп күткізіп қойып жатыр, жылдам келіп жатыр соңғы. Өйткені мен қазір соңғы кездері түнде шықпаймын ғой вообще линияға. Строго күндіз жаңа час пик уақытысында шығам. Бұл жерде бұндай көп күтіп қалмайсың да. Бұл жердің адамдары да уже картаға қарап, білмеймін, маған сондай көп түсе ма, мүмкін сіздерде де сондай шығар. Бірақ менің сол жаңа күндіз жүрген кезде клиенттердің көбісі уже сыртта күтіп тұрады да, шығып. Келесің даже, на месте дейсің да, ол путиді сразу 2 секундтан кейін пути кете бересің. Солсы ұнайды ма. Бірінші тапсырысты 8-ден 5 минут кеткен кезде алдым ғой мына. Көрсеңіздер. Қазір 10:30 болып жатыр. Ровно. Заказ отменен. Ёлки-палки, а. Хорошо, сүмелеп берді. Ара, отменять етіп тастады еще.
сосын байқағаным жаңағыдай тапсырыстар соңғы кездері көбейіп кеткен. Олар наличный болады. Мысалы қазір мынау клиент безнал болған жағдайда үстіп отмена жасаған кезде маған подачаның ақшасын не қылатын еді, жаңа күткенімді картасынан шешіп маған жіберетін еді. Бұныкі наличка болып тұр. Бұл тапсырыс береді, күтіп отырады до конца. Сөйтеді да жаңағыдай тура мен платный ожидание басталған кезде тағы 1-2 минут күтеді да содан кейін отменять етеді. Сондай заказдар соңғы кездер көйіп кеткен. Мен қазір қолым тиген кезде сразу ашып ол неге пассажирға сол жаңағы заказчикке Яндекске жазып қоям. Проверьте, пожалуйста, этого пассажира деп. Өйткені соңғы кездері осындай тапсырыстар көйіп кеткен. Менің ойымша бұлар Все, рахмет. Все, жақсы, сау бол, брат. Спасибо за поездку. 15 Пожалуйста, минуттық. убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. 15 минуттық тапсырыс 1820 теңге болатын. Мынау да жақсы немен түсті, 1150 теңгемен. Алматы Берел дейді. 8 минуттық тапсырыс. Бұның да бағасы жақсы болу керек. Мен қазір батарейкам отырып отыр камерада. Кішкене зарядтап алайын. Сосын қайта қосыламын. Сағат 8-ден бері міне 10 тапсырыс орындадым 4 сағатта. Жаңа бір-екі отменалар болмаған кезде бұдан да жақсы болушы еді негізі адам. Одан бөлек жаңа 3000 теңгеге жаңағы магазинге апарып алып келгенім бар. 15500 теңге 4 сағатта. 16000 теңге де берекші. 3000 чивейлар берді, бір-екі адам 16000 болды. Бұл қазір қараңыздар, сағат деген 23:52. 8 минуттан кейін жаңа жыл. Мен болсам пассажирға келе жатырмын. Тұр менің пассажирім остановкада. Осы кісілер ма? Қоян жолы басталды ма? Басталды ма? Аха. Құтты болсын жаңа жылға. Жаңа жыл құтты болсын. Елдер, по-моему, жаңа жылда қарсы алуда қойған ғой деймін. Жолда көліктерге Менде қарауыл. движение болды ғой кәдімгідей елдер. Әдми машина беріп жүр, Әне? Асечка беріп отыр көрдім. Жерді жарып отыр. Ол дұрыс сақтамайды ғой. Жаңа нелерді ше. Осындай случайлар көп қой. Көп страшно қазір скорыйлар жылда жүремін ғой, жылда. Қанша oldu? 770 теңге. Шешіп қойды ма? Все. Не дейміз енді, жаңа жыл құтты болсын. Келген жыл өткен жылға қарағанда 5-6, 10-100 есе жақсы болады деген ойдамын. Бізде мынандай боран болып жатыр. Что-то движение бақ-бұқ, шақ-шуқ болып жатыр ғой, короче. Кішкене тамақтанып болдым. Жүрек жалғап болдым. Тамақтанып болдым емес. Кішкене жүрек жалғап болдым. Бензин құйып алдым. Толтырып алдым. Енді тапсырыс орындайық. Кішкене уже көзімнің 23-ші жылы бірінші тапсырысқа бара жатырмын. Жақсы клиенттер болса екен. Айтқанымдай 13 минуттық тапсырыс. Спасибо за поездку. 60 теңге болды. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи.
Для улучшения качества Андай обслуживания екен. поставьте нам оценку в Сыпайы приложении. тәрбие көрген жігіт екен әңгімелеріне қарағанда. Екінші тапсырыс түсті. Түсінбей қалдым, 1600-бен түсті ма, 1800-бен түсті ма? Бүйтіп көрінбей қалды, короче. Көреміз қазір қандай, оның бағасы қандай болатынын. Биылдыққа екінші тапсырысымды бітірдім. 22 минуттық тапсырыс, бірақ подачасы ұзақтау болды, 8 минут. Жарты сағат, 3080 теңге. Келесі тапсырысқа. О, отлично. Я вообще каждый год работаю. Абай, ай-бай, не хочу я тут. Привет вашим подписчикам. Не, я людей не выкладываю, я чисто про заработок, про лайфхаки. На казахском языке я веду. Все, С Новым спасибо годом вам еще большое, раз. всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо за С поездку. Новым годом вас. С Новым годом Заказ вас будет тоже. оплачен картой. Көріп отқандарыңыздай көбінде позитивный адамдар түседі. Жаңа бағасы 2,5 теңге. Қанша уақыт болды, ұмытып қалдым. Татушап, сөйлесіп келдік. Село Абайға жүріп жатырмыз, бірақ 2550 теңге наценкамен түсті ғой. 40 минуттық тапсырыс. 40 минуттық Спасибо тапсырыс. за поездку. 4670 Заказ будет оплачен теңге. картой. Қарасаңыздаршы, қаланың центр орталығында жоқ қой коэффициент. Қазір о жерге кірсең 300-400 теңгемен жүресің да. А мынау шетінде бұл нені білдіреді? Бұл бағанағы шеттен көліктің бәрі орталыққа кетіп қалды да. Сол жақта көлік көп, тапсырыс аз. Ал мынау шет жақтарда көлік жоқ. Сол үшін осындай көтеріліп тұр. Бірақ заказ түсіп жатқан жоқ. Линиядан шығып кеттім, қайтам бұл. Ұйқым келіп, көзім не қылып жатыр. Кішкене мынау экранның, телефонның бетіндегі нәрселерді жөнді оқи алмай қалып жатырмын ғой уже. Шаршағандікі ғой, зрениеден емес, шаршағандікі. Жаңа бір кейбір клиенттермен сөйлестім да. Сөйтсем айтады, кеше приложение қатып атты, жөнді заказ бере алмадық. Сосын кейін далаға шығып былай голосовать етуге тура келді деп жатыр. Сосын жаңағы бағасы шықпай, соған қарағанда кеше перегруз болған Яндексте. Елдің бәрі заказ беріп отқаннан кейін не қылмайды, қатады ғой бәрібір. Сол себепке байланысты жаңа отмена бір нәрсе дегендер шықса керек деп жатырмын. Сол себепке байланысты да бір кішкене жаңа арасында заказсыз отырып қалған кездер бар, отмена болғандар бар деп ойлап жатырмын. Сонда да бірақ көрсеңіздер, міне 1 январь 37.800 болды. Түнде 5 тапсырыс, 12-ден кейін 5 тапсырыс жасадым. Одан кейін міне қазір 22 тапсырыс жасадым. 27 тапсырысқа 37.000 болды. Жаман емес. Қанша дегенмен. Уже настроением түсіп кетеді. Ештеңе етпейді. Ондай да болады екен. Үйге келдім. Жарайды, енді точно сау болыңыздар. Және айта кетейін, тіркелгілеріңіз келсе, видеоның сипаттамасында не үшін тіркелу керек екені болады. Қалай тіркелуге болатын номер болады. WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Ол WhatsApp номерге таңғы 9-дан кешкі 10-ға дейін жазсаңыздар тіпті керемет болады. Звондай салғандарыңызды қойыңыздар. Мақұл, жарайды, сау болыңыздар.